Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 5 сабақ, тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 17 жаттығу, мәтінді түсіну оқы, дала гүлдері ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып, ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығам. Көктем келген хабарлап, елді қуантамын деді. Бәйшешек: жоқ, ел мені жақсы көреді, өйткені менің 2 бас киім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақ-бақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет, екеуің қатар тұрған даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты мінекей. Дала гүлдерінің таласы, бәйшешектің айтқан сөзі ең бірінші шығып елді қуантам дейді. Ал бақ-бақ болса, менің 2 бас киім бар деп, ол да мақтанады. Ал қарт ақылмен екеуің де әдемісіңдер, теке таласпаңдар деп өзінің ақылын айтып татуластырды. Мәтін не туралы екен? Мәтінде көктемнің алғашқы гүлдері, бәйшешек пен бақ-бақтың қайсы әдемірек, қайсы пайдалырақ екен туралы дауыс сипатталған. Бәйшешек өзін көктем жарысы екен мақтан етсе, бақ-бақ өзін 2 түрлі бас киім мен сары мен үлпілдеген тұқымы ерекшелетін айтады. Негізгі идеясы мәтіннің әркімнің өз орны мен өзіндік сұлуы бар екен түсіндіру. Қарт кісінің сөзі арқылы автор келесі ойлар жеткізеді. Бірлік пен татулық бір-бірімен таласқаннан гөрі бірге жүріп, айналаға қуаныш сыйлаған әлде қайда маңызды. Әр гүл немесе әр адам қайталанбас қасиетке ие. Біреуі ерте шыққанымен құнды, екіншісі көркімен ерекше. Дауды ақылмен тоқтату керек. Қорытынды. Бұл ертегі оқырманды мақтаншақтықтан аулақ болуға, айналасындағылардың да құндылығын бағалай білуге және татулықта өмір сүруге шақырады. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырайық. Бірінші, бәйшешек бақ-баққа не деді? Бәйшешек: ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантам деді. Екінші сұрақ, бақ-бақ өзінің әдемілігін қалай дәлелдеді? Бақ-бақ өзінің 2 түрлі бас киім бар екенін айтты. Бірінші жайнаған сары гүл, екінші үлпілдеген үкілі бөрік. Үшінші сұрақ, қарт кісі гүлдерді қалай татуластырды? Қарт кісі оларға таласпауды өтінді. Екеуің де әдемі екен, иістерің кереметтігін және екеуі қатар тұрғанда дала жайнап, адамдарға қуаныш сыйлайтынын айтты. Мәтіннің соңында гүлдердің әрекеті қалай өзгерді? Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты. Балалар өздерінде осы жерге сұрақ құрастыруға болады. Мәтінне у дыбысы бар сөздерді тауып, қайсы дауысты, қайсы дауыссыз екенін анықтайық. Екеуің сияқты сөздерде у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келіп, ол дауыссыз болып тұр. Ал қуантамын, қуаныш сөздерінде у дыбысы дауыссыз, өйткені дыбыстан кейін келіп, дауысты болып тұр. 18 жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздің асынсыз. Бұл өлең гүлдер мен аттас қыздардың есімдері туралы. Өлеңнің мазмұны халқымызда қыздарға гүлдердің атын беру дәстүрі бар екенін айтылады. Мысалы ретінде автор өзінің әпкесінің аты Раушан, ал қарындасының аты Жауқазын екенін айтады. Өлеңдегі у дыбысы бар сөздер: Раушан дауыссыз, себебі а дауысты дыбысынан кейін келіп тұр. Жауқазын у дыбысы дауыссыз, себебі а дауысты дыбыстан кейін келіп тұр. 19 жаттығу. Суретте гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр. Сол қыздармен сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Раушан бүгін мектепке әдемі көйлек киіп келді. Кішкентай қызғалдақ анасына көмектесті. 20 жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы. У-ыз, у-ылдырық, у-маждау, у-лы. У дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба дейді. Қалаған сөзіңе сөйлем құрап жаз. Уылдырық уыз, бұл сөзде у дыбысы сөздің басында, дауысты дыбыстың алдында тұрғандықтан ол дауыссыз болады. Естілі оу немесе үу. У-маждау улы, у дыбысы дауысты дыбыстың алдында тұрғандықтан дауысты дыбыс болып тұр. Көктемде балықтар өзеннің таяр жерлеріне уылдырық шашады. Орманда серуенде жүргенде улы саңырауықтарды жинау өте қауіпті. Маңызды құжаттарды немесе таза қағазы умаждау әдепсіздікке жатады. Жаңа туған төлге уыз беру оның денсаулығы мен иммунитеті үшін өте маңызды. Біз не үйрендік? Оқуды, мәтінді түсініп оқуды, көркем жазуды және дыбыстарды ажыратуды білдік. Сабақ аяқталды.